şakalatı 5 saat hareket. Ve sebeler şana odalarımıza hareket. Karısının ağları Kız üstü kadari yıkacağız bastıstı kurabi Kul üstü kız üstü kodamız bulayık mınadı Kuda olsan şıra Kudari su bir mınabi Kuda olsan şıra Kudari su bir mınabi Oyunda birlik haneler Şarjama kudalar şarjama Seni bir yaşamlar Kuda olsan şıra Kudari süper mavi Kuda olsan şıra Kudari süper mavi Ağlarıca ortada kadar bilet hani şerşamayı salmayın hani ortada. Hop. Şöyle. Ezdim bavurda Kip kedini şasadı Kuda bu senin kalısdı Bir Allah olsun Kuda olsan şıra Kudari süper manavi Kuda olsan şıra Kudari süper manavi Kuda olsan şıra Kudari süper manavi Kuda olsan şıra Kudari süper manavi
болсын ардақты ағаларым. Ал ендеше әдеттен озбай Assalamualaikum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hacı otur. Böyle oturayız. Otur. Отыра беріңіздер. Ал, көлеңкеге отырасыздар, үлкендер төрге шығыңыздар. Ал, жүр. Görürsünüzler, отыра беріңіздер. Қалай келеді? Жоқ, бұлай деп айтады. Сіздерде енді біз келгеніміз айта кетейін. Сіздерде бір жан бар деп. солай, бір қыз бар деп. Соған деп қалдық енді. Рұқсат болса, бізде де бір әдемі жігітіміз бар еді. Солардың бастарын қоссақ деп. Екі аққуды бір көлге жіберейік деп соған ойлап кеп қалған ойымыз бар. дұрыс, жауапсыз. Жағын енді өздеріңіз білесіздер. Петропавлдан келдік қой, енді бәріміз орыс деп айтады ғой. У вас товар, у нас покупатель дейді орысша. Міне солай кеп қалған жайымыз бар. бір таныстыра берсеңіздер, бака неге келгенше, асаба келгенше. құдалар құдайынды айтып отырсыздар ғой, таныстырып өткенде. Бірінші өзім таныстырып өтейін. Енді таң құдаларыңыз болса, жерден өтті, сол таң құдаларыңыздың мен ағасы боламын. Ағасы деймін бе, екеуміз егіз болғанбыз. Мен егіздің сыңарымын. Мен үлкенмін, мен сол таң құдалар. Есімім Мұрат. Өзім сол Қазақстанның Шалақын ауданы Ақсу ауылында тұрамын. Енді таң құдағиларымыз Алмагүл, есімі мәнің келін болады, таң құда. Сол Алмагүл есімі. Енді жоғары стөлден бастап таныстырып өтейін енді. Бірінші стөлден бастап. Сол міне жоғары стөлде апа жездеміз отыр, үлкендеріміз. Сергеевкада тұрады, менің апа жездем, енді Алмагүлдің. Құдағиларыңыздың қайынапасы мен жездесі болады. Есімі Әлия. Одан кейін міне таң құдағиларымыздың ағасы отыр. Туған ағасы осы Астанада Ильинкада тұрады, аға жеңгесі отыр. Таң құдағиларымыздың. Одан міне сол құдағиларымыздың қайынағасы менің ағам болады. Россияда Ешимда тұрады. Ешимнен келіп отыр, есімі Құрманғазы. Жеңгеміз енді жұмыс бабымен келе алмай қалды. Есімі Құрманғазы, Ешимда тұрады. Одан міне ағамыз бар, Сәкен жұмыс бабымен келе алмай қалды. Жеңгеміз Петропавлда тұрады, Сақып есімі, жеңгеміз біздің жақтан. Анда бірінші тұрды. Жаңа таныстырып өттім, енді таң құдағиларымызды өзім таныстырдым. Енді менің өзімнің жолдасым, енді Алмагүл құдағиларымыздың туған абысыны, міне Ләйла есімі. Есімі Ләйла отырады. Менің құдам болады, құдағиларымыздың ағасы, туған ағасы отыр, сол Жалақын ауданы Жалтыр ауылында тұрады, Сағдат есімі. Жолдасы сол жұмыс бабымен келе алмай қалды. Енді міне сол елден келіп отқан біздің сол құдағиларымызбен жеңгеміз отыр. Есімі Қамар, жеңгеміз көршіміз өзіміз. Сол екі үйдің бір жеңгеміз. Міне елдікі бізге енді жеңге де болады. Алмагүлдің жеңгесі есімі Гүлбақыт. Алмагүлдің тағы бір жеңгесі отыр, Петропавлдан келіп отыр, Жанна есімі. Мақсаттың кіндік мамасы, күйеу балаларымыздың кіндік мамасы бұл жақта отыр. Екі стол таныстық. Енді ана жақта апамыздың баласы Қызылордадан келіп отыр, Ерген есімі. Оның жанында отқан Мүншек болады, Алмагүлдің қайнысы болады, есімі
бері мына жақта соңғы одан міне ергеннің оң жағында отқан сол Алмалыдың жаңа айттық қой туған ағасы осы Ереката сол ағасының баласы келіп отыр міне. Асылхан? Есі Асылхан. Жолдасы келіп отыр осында, қай жанында отыр міне. Құдалар қайда көріп отырсыздар ма? Тағы құдалар біз таныстырып отырмыз, ешкім жоқ бұл жақта. Точно? Сосын камень неден видеода шегіндіріп қарап алыңыздар қайттан. Көрсеңіздер. Содан міне осында Астана тұратын өзімізді сол менің үлкен апамның ұлы, есімі Саят, міне жиен сол келіп отыр. Анда жақ болды ма? Ал біздің жақ енді жобаланды. Алмалыдың міне кіші қызы Назира. Міне менің балам міне. Сол есімі Ойрат. Ал міне біз енді жобалап таныстырып өттік, қалған енді таныстырмағандар болса. Сіздер өте керемет. Ал енді біз өзі алты ағайындымыз, ең кішіміз Жомарт, жоқ, ең кішіміз үйдің қара шаңырақтың иесі, міне Жомарт деген күтуші құдаларыңыз. Мынау енді өзінің әпелеп өсірген кенжесі, біздің арайлы қызымыз. Соны ұлатайын деп отыр сіздерге, Алла қаласа. Міне енді біз өзіміздің енді таныстырып кетейік. Бірінші әулеттің үлкені, міне елуктардың ішінде ең үлкені Сәрсен ағамыз. Одан кейін міне үлкен қариямыз отыр. Мынау құдағиларыңыздың мамасы. Құдағиларыңыздың мамасы. Сөйтіп айта берейін бе? Аға айта берейін бе? Аға айта берейін бе? Біздің нағашы. Одан кейін міне отырған біздің нағашымыз, Жомарт Елеуовтардың ағасы, біздің әулеттің нағасы жаңыз бауырым ағамыз, міне Түк екен. Илинкада тұрады. Неді, Қазақстан неді? Қараткөлде. Одан кейін міне сонау Сұрайлы Шымкенттен келіп отырған құдаларының үлкен құдасы Сарыағаштан. Сарыағаштан келіп отырған. Міне Сарыағашқа барсаңдар, құдаға барасыңдар. Ар жағында тұрады. Енді міне мына сол келген біздің әулет. Құданың ағасы, құдаларыңыздың ағасы. Мына кісі қайнағасы, құдаларыңыздың, құдағиларыңыздың ағасы, Әнуарбек деген жігіт. Одан мынау Жаңарқадан келіп отқан құдаңыздың базасы. Нәби атым. Атым Нәби. Жаңарқадан келіп отыр. Міне мына жерде отырған Жаңарқадан келген құдағиыңыздың Ал енді біздің әулеттің жаңа үлкен жеңгеміз, үлкен ағамыз қайтты. Жеңгеміз Ақима деген. Үлкен әулетіміздің үлкені. Одан жалғыз апамыз бар ортамызда. Екелеп жүрген Мәулен деген. Ол бер жағында отырған құдағи, үлкен кіші кейде қарындасымыздың енесі. Мына кісі Солпан тәтеміз, енді жаңа нағашымыздың жеңгеміз міне. Мына кісі сонау жаңа Сарыағаштан келіп отқан құдағи. Мына кісілер сіздер көршілері, бай қосқан көршілері міне. Осы жерде бәрі үй салып, міне Құдайға шүкір өсіп өніп жатыр міне. Көрші. Алмас Жаңарқадан келіп отыр, Гүлбаршынның апасы. Гүлбаршын подружкалары міне. Айналайын қарағым қалғақсың ай, сала берме көзімді әр жақсыға ай, сала берсін көзімді әр жақсыға ай, бәрі жақсы көрінер алғашқыда ай, күміс құман ай, ота тұрған
ашып жыландай бекзаттарым-ай жекжаттарым-ай құда болып ауылыма кел жатарым-ай алла тауда айналып шағаны ойланып әлем бір сәт қалғандай кірпігіңе байланып алтынай арманай бәріне артар бір күнгідей болмадай арман туған ел ялынай есімде сылдырған таудың ерке бұлағы көз алдымдай сол алдымда тұр едім жалын ескен күндер қайда қарадым өзген шықпас естен мөлдіреген жанарың айым бекен ай күнім бекен ай шапалақты соқпайтын күннің тойды екен ай эу айым бекен ай күнім бекен ай шапалақты соқпайтын күннің тойды екен Одан Алтай ал енді міне келген жолдарыңыз ақ болсын. Раз. Сырға салуға келіп жатсыздар. Жас бақытты болсын. Біз енді былай қарасаңыз, біздің әулет бір шетін ал оңтүстік Қазақстан, екінші шетін ал Қостанай, енді Петропавлдан бізде құда жоқ. Енді Петропавлдан құда болып жатырмыз. Содан кейін шығыстан бір қыз алу керек, сосын батыстан бір қыз алу керек. Сонда нағыз болатыны. Ал енді қайда жүрсеңіздер аман болыңыздар, той қаласын, балалар бақытты болсын. Айтқан тілектеріңіз бәрі қабыл болсын. Қош келіп қалдыңыздар. Құрметті мана әлі құдаймен түсіп жатыр ек, бірақ құда деп айта берейік, оған етпеңіздер, сөкпеңіздер. Біз бәрібір құдалық болдық қой, енді құдалық болып осы құдалыққа деп келдік қой, 2 жасқа. 2 жасқа мол бақыт, зор денсаулық тілеймін. Аспандар ашық болсын, көргендері қызық болсын. Құрметті құдалар, сіздердің көрген қызықтарыңызды осы балаларға берсін. Болмынан жарайды. Ал енді бұны біріміз көре алмай қалдық, жарайды, ничего. Жарайды, осылай. Ал енді құрметті құдалар, біз сонау енді солтүстік Қазақстан облысы Шалақын ауданы дейміз. Ақсудан келіп қалдық. Енді міне мана ғана әлгінде жаңа ғана құда айтып отыр еді, солтүстік Қазақстанда бізде құда жоқ еді деп. Міне сіздерге сол жоқ екен деп біз барғылайық деп соны жасап жатырмыз. Ал енді құдалар сіздерде рахмат көп мінекей келгеннен сыйлап нетіп жатсыздар. Қонақ жайлылықтарыңызды көрсетіп жатсыздар. Алла тағала мынау біздің жақта да осындай той болсын, тек қана қызық қуаныш болсын. Сіздердің қуаныштарыңызға бәріне де ортақпыз. Енді құда болғаннан кейін сіздікі біздікі жоқ, бәріміз бірдей болайық. Бір кішкене не болып қалса кешірімді болыңдар әрқашанда. Мүмкін қателік болып жатса, біз келіп мына жерден аяғымыз сүріліп кетіп жатса, оны да сүріліп деп айтпаңыздар. Біз де сөйтіп жүрейік әрқашанда. Аман сау болайық, аталар сіздер ортамызда жүре беріңіздер. Мінекей. Сол бәріңізге де көп рахмат. Сол үшін алып қойыңыздар. Жазы осында келіп қалдық. Төрден орын бергендеріңізге көптен көп рахмет. Осы бәріміздің танысып, білісіп атқанымыз осы 2 жастың арқасы. Бізде 8 ағайындымыз да, арамыздан біреуі жоқ. Осы мақсатымыздың папасы енді көпейеді үйдегі. Бізде сол 3 қызбыз. Қыздың үлкенімін.
менен үлкен ағам Москвада тұрады, ол кісі да келе алған жоқ. Сосын ары қарай мен жалғасып жатырмыз. Сол енді орында бар оңалар дейді, 12 жылдан асты. Осы Алмагүл балаларды жеткізіп, ауылда тұрды. Екі үйдің арасы жолдың арғы беті бергі беті болды. Әкеміз 20 жылдан асып кетті қайтқалы. Ал енді шешеміз 8 жыл. Ол кісі де өзінің көз тірісінде осы балалардың еншісін бөліп берейін деп осы екі келін бір үйде тұрды. Осы мақсат туғаннан кейін ғана бөліп шықты. Жеке үй салған өздеріне, одан кейін енді жұмыс жағдаймен балалар өскесін, жұмыстары бар, сонымен Петропавлға көшті. Ол Алмагүліміз. Осындай жағдаймен келіп қалдық. Енді құдалығымыз 1000 жылдық болсын, жастар бақытты болсын, бәріміздің тілеріміз сол. Сіздермен танысып білісіп атқанымызда қуаныштымыз. Той қаласын, жастар бақытты болсын, үлкендер арамызда отыра берсін, бәрімізді жасымыз келе жатыр, енді үлкендердің соңынан еріп. Әр үйде той болсын, отбасыларымыз амандық, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Әмин айтқан. Иә, міне, құдалар қарсы алатсыңдар, көп рахмет. Енді 2 жас бақытты болсын, денсаулықтар мықты болсын. Сіздер де аман болыңыздар. Біз де жақта аман болайық бәріміз. Осылай дастархандарын кеңге жайылып, той болсын. Біздің жақта да той болсын, сол тойда кездесетін болайық. Бүгін міне дәм беріп, 2 жастың арқасында шаңырақтарымызға келіп қалдық. Мынау 2 жас бақытты болсын, 2 жақты бірге сыйлап, жақсылықтарын көрсете берсін. Осы шаңырақта тек той болсын. Ендігі жылы бесік тойда кездесейік бәріміз. Дастархан тек майлы жайлы болып, міне қариялар отыр. Сол кісілердің жолын беріп, немере шөбере сүйіп, бас аман, бауыр бүтін болып, тек жақсылық қуанышпен кездесейік. Әмин айтқан. Сіздер құда болдыңыздар мына жерде. Төрде қалған орындарыңыз төрде қалсын. Мынау енді ардақты ағайын осы бір сіздерді көрген кезде бір әзіл есіме түсіп кетеді. Баяғыда бір осындай тойда дейді ардақты ағайын. Құдасы тұрып, осындай сөз сөйлеп жатыр екен дейді да. Содан кейін айтады дейді, құдағи тұрып айтады дейді, менің құдам мықты, менің құдам алтын, 60-қа келсе де әлі шаш ағарған жоқ деп айтып жатыр дейді. Сөйтсе әйелі тұрып айтады ғой, оның өз шашы ағармағаны болмаса талайдың шашын ағартқан дейді ардақты ағайын. Сол сияқты мынау енді ардақты ағайын төрде алған орындарыңыз төрде қалсын әрдайым. Алған екен бірге шырқап отырамыз. Аңсаған бақытың сияқтанып айтуы келеді қияқтанып жолы жаққа
сауын. Құдағилар, көш келдіңіздер. Алла жолдарыңызды аман қылып, ұзағынан болсын бәрі. Ал енді Арайкам менің құлыным, бақытты болсын, дені сау болсын, екі жаққа бірдей болсын. Үлкенді үлкен деп, кішіні кіші деп, бәрін сыйлай білсін менің құлыным. Енді сіздері мынау құда-құдағи, құда 100 жылдық дейді, 1000 жылдық дейді, күйеу 100 жылдық дейді. 100 жылдық құда болыңыздар, 1000 жылды енді амандық берсін, екі жасқа бақыт берсін, дені сау болсын, заманы тиіш болсын, әр қашанда осындай кең дастарханда құлындарымның тек қана тойын, думанын көретін болайық. Енді бақытты болып, керегесі кең болып, шаңырағы биік болып, аспаны ашық болып, ата-аналары о жақта сіздер аман болып, о жақта біз аман болып, амандық берсін құлындарым. Енді айтады ғой қазақ, тамақтың дәмін келтірген тұздан айналайын, жат жерді туыс қылған қыздан айналайын деп. Сіздер бәріңіздер енді бізге туыссыздар, туғансыздар. Сіздер енді бізге құда емес, туыс боласыздар. Амандық берсін, жол амандығын берсін. Алла пәле-жәледен, қауіп-қатерден сақтасын құлындарым. Осындай той әр үйде бола берсін. Дастархандары мол болсын. Енді замандары тиіш болсын. Енді осы айтқаным мен. Сәлем сөздің атасы дейді ғой, әуелі сәлем десе болайын, кеш келгеніме кешірім сұрайын. Енді қазақтың құндылығы бірінші тілі, екінші дәстүрі дейді ғой. Осы дәстүрін сақтап, бүгінгі той иелері Жомарт, Гүлбаршын, Мәулен, Ақлима, Даулбайына тойларыңыз үкілеген, арайларыңыз бүгін ері жетіп қалғанын да білмей қап, біз өзімізге әлі кішкентай сияқты. Ері жетіп, соның өзінің теңін тауып, қолын ұстап, бір азаматты келешегін ойлап ұстаған екен. Сол жолмен, қазақтың дәстүріменен, мына құдалар келіп жатыр екен, жолдарыменен. Қадамдарыңызға гүл нұрып жаусын, қазағымыздың дәстүр салты тозбасын, жойылмасын, осындай дәстүрді сақтап, сонау алыс жолдан ақтерлетіп келіп отқандарыңызға көптен көп рахмет. Алла сіздерге қуат берсін, балаларыңыздың қызығын көріңіздер, бір балаларыңыз екеуі болайын деп отыр. Балалар бақытты болсын, заманы тыныш болсын, өмірлеріне тыныс, әрбір жанұяға ыстық, әр күндеріңізге сәттілік, жанұяларыңызға жақсылық берсін. Той қыласын. Алда тойлар бар ғой, тілектер айтылады әлі. Енді мен өзімді таныстырып қояйын. Жерде мына жаңағы абысыны деп жатыр ғой, бұл кісі Гүлбаршынның анасы. Енді сол кісінің, мен келінімін, енді ағайынды екі кісінің. Мен осы кісінің қолына келін болып түстім. 56 жыл болады міне келін болғаныма. Қазір енді ағам да, мен жолдасым да жоқ, бірақ та сол біздің жолымызды берсін. Мен жаман болса, мендей келін болсын. 56 жыл ғұмыры, сол балаларымыздың қызығын қызықтап, осылай жарасып жүре берейік. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық болып. Гүлбаршын Жомарт тойларын той қыласын, айналайындар. Бәрекелді, ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Айыпқа бұйырмаңыздар, кішкене сәл-пәл кешігіп қалдым. Енді мынау алдарыңызға шыққан кім, қай бала десеңіздер, өзімді таныстырып өтейін. Осы құдалықтың алдында мынау Жамбыл облысы Тараздан келіп отырмын. Есімім Әлішер болады ардақты ағайындар. Мынау енді атам қазақ бисмиллядан іс қылма деген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Асыл болсын мұратың, сәлемінде сәті бар, кезегім келді шығатын. Халқымның бүгін алдында жөнім бар, қызмет қылатын. Ассалаумағалейкум ханымдар мен мырзалар, үлкен кіші кәрің бар, сөзіме құлақ салыңдар,
таңдайдан тамған балым бар, асаба әлішер серінің сәлемін қабыл алыңдар. Бүгін маған артылды асабалық аманат, қызыл тілмен қуырып, сөз саптайын сырлып. 9 тойға келдің бе, елім ау есен саламат. Алладан жауыптыныр көптен, тойларың болғай гүл көктен. Сіздерге деген құрметпен, жолын қуғам жамбыл менен кенендердің, бір едім өндердегі елеулердің, ауыздығы ашылар сәтті күтіп, құдалықтарыңызға ортақтас мен де келдім. Ассалаумағалейкум деп баршаңызға басын дейіп сәлем бердім ағайын. Бәрекелді, мына құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, ардақты ағайындар. Енді рұқсат болса, орнымыздан бір адамнан тұрып қойшы, бір столдан бір адам. Просто тұра саламыз. Ер адам, әйел адам, разница жоқ. Просто тұрамыз болды. О, міне. О, тұрақ, отырмаймыз, Мына столдан, о, ағамыз, мына столдан ағамыз, мына стол. Құдаша, мына столдан. О, апамыз, молодец. Апа, жаным әшейін апа. Ағалар, сіздерге сүйінші хабар. Сүйінші. Ет дайын болып, сіздер ет турайсыздар, апа. Қарағелі. Үлген ас, ет талдыртайық қарағелі. Келген кезде қасқыр мен қазақты мазалауға болмайды. Сондықтан да адамдарымыз көп берекелі болсын. Мына үйлеп отбасы ұйымдары бұзылмаған қорғалдың төңірінен қазақ қызы неден шыққан әулеттер екі жас бақытты болсын, қобырлы шүгірлі болсын, әрбір семьяға жұғысты болсын. Аумин. Батам батпасын, батам жерде жатпасын. Бата берген атама қарсы шыққан адамды Касим соттың алдын дөңгелеп таптасын. Тауында астарыңыз дәмді болсын. 10 минут, 15 минут үзірем дейтін. Жастардан. Жарайды, о жақтан қинамай қойып, мына жақтан әпке сіз шығасаңыз, ортаға келіңіздер. Ортаға шығайық. Ортаға шығайық. Бүгін той, бүгін қуаныш қуардақ ағайындар. Жібер жеріңіз. Енді тәтем қайда кетті? Ой, жаным тәте келсеңші. Бүгін қуаныштарыңыз құтты болсын. Халыққа қарап тұрайық, халыққа. Халыққа, құдаларға қарап тұрайық. Енді бітеміз. Мен қазір бір музыка қоям. Соны жақсылап тұрып тыңдап алыңыздар. Жібер, маэстро. Опа! Қошеметтеріңіз. Бейдем аңыздар. Опа! Құдаша ортаға. Опа! Қошеметтеріңіз естілмейді. Ай, бәрекелді, тамаша. Міне. Бұл ардақты ағайындар, құрметті құдалар, осы бүгінгі құдалыққа арнайы алдырған Аққу халықтық би ансамблі. Енді осы музыканы мен кез келген жерден қоямын. Кез келген жерден. Осы музыканы естісеңіздер, ортаға билеп шығасыздар. Ағам двухкомнатный квартира тігіп жатыр. Бұл жайғасайық. Осы ғана ғой. Тілек берсек. Үлкендеріміз қай жақта? Ай, бәрекелді. Құрмаш ағамыз, өзіңіз бастап жеріңіз. Микрофон өзіңізде. Ассаламағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Осы екі жастың отау құру тойына жиылған барша жамағат, баршаңызға Алланың рақымы мен берекеті жаусын. Мынау апамыздың манағы қара сөзін жалғастырып кетейін. Асауды ауыздықтайтын бұғалық, бір-бірін білмейтін, танымайтын екі елді таныстыратын, жақындастыратын құдалық деп. Мынау екі құлыншақтың арқасында сіздермен біз құдандалып отырмыз. Өте қуаныштымыз. Мынау бүгінгі басталған қызық қуаныш тойларымыз баршамызға екі жаққа да қайырлы құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, ойлаған арман тілектеріне жетсін.
осы тойды көре алмай кеткен дүниеден өткен марқұмдардың жатқан жерлері жайлы топырақтары торқалы болсын. Алла тағала оларға өзінің рақымын жаудырсын. О дүниеде қабір азабынан сақтасын. Білпілмес деген азды көпті күнәлерін кешіре көрсін. Сол тойға ұласа берсін, жалғаса берсін. Баршаңызға Алла тағала ұзақ ғұмыр, жақсы денсаулық берсін, имандылық, сабырлық берсін. Екі жас бақытты болсын. Ай, бәрекелді, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Құдеке, есіміңіз кім? Құдеке, есіміңіз кім? Құрманғазы аға, орнымыздан тұрып қойықшы. Аға, қараңыздаршы, әдемі ме? Сұлу, е? Көз тимесін. Құрманжан ағамызды мақтап кететін болса, ардақты ағайындар, Құрманжан ағамыздың айтқан сөздері хит сияқты. Бұл ағамның бойы менен сәл-пәл биік сияқты. Бұл ағамызға бұлай қарасаңыздар, салоннан жаңадан алған Land Cruiser Jeep сияқты деп бір қошеметтеп қойыңыздар. Ай, бәрекелді. Тағы да ізгі тілек жалғастыратын жаңа құдалар. Кім? Әпкеміз ба? Кеніңіз әпкесі. Мен сіздердің таң құдағыңыздың абысыны болам. Әпкесі емес, мінекей тойларымыз құтты болсын. Екі жақ бізді мінекей бір-бірімізді көріп жатырмыз, бізді нетіп жатыр. Төр бергендеріңізге көптен көп рахмет. Екі балалар бақытты болсын. Осындай керемет тойда отырмыз. Көргеніміз той болсын, жақсылық болсын, тыныштық болсын. Сол балалар қызықтарын, тойларын көрсете берсін. Біз осылай жүре берейік. Петропавл, Астана даңғы жол болсын. Жаңадан мен таныстырып өттік қой бір-бірімізді. Сол енді тағы да таныстырып өтейін. Мен ойынды бүгін сол кіші болсам да мен міне жолым бас құда болып келіп отырмын. Сол таң құдаларымыз енді жоқ айтып отырмыз ғой, дүниеден өтіп кеткен сол менің соның ағасымын. Шаңырақта отырмын. Сол бүгінгі той қайырлы құтты болсын барлығына да. Екі жас бақытты болсын. Екі жаққа да мейірімді болып қызық қуаныштарын бірдей көрсетсін дейік. Отырған аталарымыз бен ақ жақ балаларымыздың жақсы жолдарын берсін. Әр шаңырақта осындай майын дастархан той болсын, бала қызығы болсын дейік. Жол амандығы болсын. Тойымыз той қаласын. Құдалар көптен көп рахмет. Сол жастар бақытты болсын. Рахмет. Құдалар, мынау сый құрметтеріңізге рахмет. Мен өзімді таныстырып қойын, Марат құда таныстырып өтті. Таң құдағайларыңыз ағасымын. Мен де шаңырақта отырған елде жұбайым үйде қалды, елде қалды. Мынау екі жас бақытты болсын, теңгір бұларының алды болсын, аңсаған армандарына жетсін, жұмыстары жемісті болсын, бірлестігі болсын. Мынау үлкендер арамызда жүре берсін. Құдалар, тойларыңыз той қоласа берсін. Дастарханыңыз тек қана тойға ғана жайлатын болсын. Мынау жақсы, аға көз тимесін, тыбай. Мынау жақсы жігіттің мұрнының астында шөткі болады, жақсы құстың қанатының астында меткі болады дейді. Қара мұртың қайратың, қара мұртың айбатың. Сол қара мұртың тұрғанда сынбай жүрген қай қатын деп бір қошеметтеп қойыңыз ағамыз. Бәрекелді, жасай беріңіз. Бәрекелді, қамыр сұлу, е? Мынау Астананың аруындай, Балқаштың бауырындай, ерімеген мұздай, әлі өзі 18 жасар қыздай, қамар сұлу әпкемізге тос береміз. Келіңіз. Ал құрметті құдалар, құрметтеріңізге көп рахмет. Сонан жақтан ат терлетіп бәріміз келіп жатырмыз жан жақтан. Екі жастың қызық қуанышына, екі жас бақытты болсын, арайлы мен мақсат. Шаңырақтары биік, босағалары берік болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Екі жақта ата-аналарын сыйласын. Енді Алла жазса айтып жатыр ғой үлкендер, осы келесі жылы осындай кезде шілдеханаға келетін болайық. Енді тағы да бір айта кететінім, мақсатымыз біздің жеті қырлы, бір сырлы, жақсы бала. Кішкентайынан өзі менің қызыммен бірге бір мектепте, бір класста оқып, сондай керемет жақсы бала, сабағында жақсы оқыды. Біздің енді былай айтқанда ауылда мақсат сияқты оқу бітірген бала жоқ.
ауылымыз жақсы, жастарымыз жақсы, бәрі білімді. Бір үйде бір оқымаған бала қалған жоқ. Бәрі жақсы. Аллаға шүкір, тіл көзден сақтасын. Енді Арайлым екеуі де сол тілінің бақытты болсын, тіл көзден сақтасын. Қызықпаңша келе берсін. Отырған қарияларымыздың Алла тағала амандығын беріп, бізге жақсылық жолдарын берсін. Осындай той бәрімізге жұғысты болсын. Аман болайық. Бәрі тартта қалған-ай, құдағиларым тос сөйлеп, шапалақсыз қалған-ай. Бәрекелді құдағиларға қошеметтеп отырыңыздар, ардақты ағайындар. Енді жаңа құдалар болдыңыздар ма сіздер жақтан? Тағы да мен қалып қалдым деген бар ма? Мен сөйлемей қалдым. Кім? Ай, бір бәсе білем ғой мен өзім. Келіңіз, әпке. Бір ақ тілегіңіз болсын. Құрметті құда-құдағилар, бүгінгі сыйлы құрметтеріңізге көп-көп рахмет. Сондай алыс жерден біз осы жерге осындай үлкен той болады екен деп, осындай бір қыз бар екен бізде деп біз келіп қалдық. Мінекей жол тартып, екі бала бақытты болсын, ғұмыр жастары ұзақ болсын. Жаңа мінекей Алмагүл айтып жатыр ғой, өзін таныстыра кет деп. Мен Шалақын ауданы Ақсы ауылының келінімін. Біз Алмагүл екеуміз сол елге келін болғаннан бері бірге жүріп, бірге жақсы осындай қарым-қатынаста болдық. Одан балаларымыз бірге оқыды. Менің қызым Мақсат екеуі бір класста оқыды. Мінекей Қамардың қызы бар, тағы да бір подружкамыздың ұлы бар, өз 4 бала бірге оқыды. Өздері сондай тату тәтті болды. Үлкен болғанша өсіп, өнгенше сондай жақсы қарым-қатынас болды. Әлі күнге шейін бірге аралас-құралас жүріп жатыр деп айта аламын. Мінекей бүгінгі күні Алмагүлге мыңда бір рахмет. Осы тойын бірге болсын деп бізді ертіп алып келді осында құдалыққа. Алмагүл, саған көп-көп рахмет. Енді құдаларыңыздың жатқан жері жайлы болсын деп айтқым келеді. Ондай нәрсені айтпауға тағы болмайды. Марат құдаларыңызда өте жақсы адам болғанда. Өте жақсы болды. Сондай ақ көңіл болды. Бірге аралас-құралас ойнап күліп жүрген уақытымыз болды. Мінекей бүгінгі күні осындай үлкен тойда ортақтасып жатырмыз. Осы тойымыз той ұласын. Балапандарымыз бақытты болсын, әрқашанда ақ жол болсын. Мынау оқуларын бітіріп жатыр. Енді күні осы оқыған еңбектерінің жемісін көретін болсын. Еңбектері жемісті болып, екеуі іргелі үлкен үй болатын болсын. Екі жақта құда-құдағилар 1000 жылдық құдалық болсын. Құда болыңыздар, даңғыл жол болсын. Әрқашанда осы балалардың қызығымен ғана бастарыңыз қосылатын болсын. Ортаға дейін билеп барып, билеп қайтып келіңізші. Сізге отырған халық қалай шапалақ ұратын көрейікші. Алдарыңызда бүгінгі той иесі Жомарт ағамызға қошылды. Вообще шок еді. Ілеспаға тәтем не айтқан? Бүйтеді, Жомарт ағаң бей ма дейді. Мен қазір шыққан кезде бәрі орнынан тұрып салфетка айландырады деді ма? Бір бәле деді. Көрейік алдарыңызда әпкеміз. Саған күшті тәтем. Тәтем риза айтыр. Той өз-өзін ақтайды, уайымдамаңыз. Бала-шағаң аман болсын, отбасымыз аман болсын, туған туыстар, көрші болған аман болсын. Сол арайым бақытты болсын. Бәрекелді, қошемет ардақты. Енді ардақты ағайындар, сіздерге бір бақыттың тобықтай түйін шығарып берейін. Біреулер арықтай алмай жүрсе, біреулер семіре алмай жүр. Біреулер баласын үйлендіре алмай жатса, біреулер келін жақтырмай жүр. Біреулер туыс таппай жүрсе, біреулер туысынан шаршап қашып жүр. Біреулер
хан сарайындай үйде тұрып бақыт кілтін таба алмай жатыр. Ал біреулер болса кішкентай үйде тұрып бақытты өмір сүріп жатыр. Әркімнің әртүрлі бақыты бар ғой, ардақты ағайындар. Бақыт деген денсаулық, өміріңе жараған. Бақыт деген ата-анаң ғой жан ашып қараған. Бақыт деген балаң ғой сенен сыйлық сұраған. Бақыт деген аға, жарың ғой ұрпағыңа мәңгі бақи қараған дейді. Сондықтан да ардақты ағайындар, осы отырған баршаларыңыз бақытты болыңыздаршы. Алланың арқасы, дұрыс па? Одан кейін барып міне ағамыз бен әпкеміздің арқасы. Мынау 99% ардақты ағайындар, аға, сізді сынамай сыйлап кеп отқан міне құдалардың арқасы. 1% тамаданың арқасы екен. Мен бастайын, бастауыңнан қашпайын. Бүгінгі той бойынға өлең шығарып тастайын. Ана қыздың алқасы, мына қыздың алқасы. Осы тойдың болғаны бір Алланың арқасы. Орнымыздан тұрайық, орнымыздан тұрайық. Ағам менен тәтеме бір шапалақ соғайық. Айналайын ай мекен, шекер мекен, бал мекен. Осы тойға кеп отқан құдаларым қайда екен? Ай отыр партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықта қатты масқара. Ана қыздың алқасы, мына қыздың алқасы. Осы тойдың болғаны пипер ағайын тамаданың арқасы. Бәрекелді, көріңіз қалай? Дұрыс па? Жақсы ма? Рахмет. Кісілер бар. Ардақты ағайындар, енді рұқсат болса, осы той төрінде отырған елдің сәні келеді, еңбек еткен ерімен, жердің сәні келеді, өзені мен көлімен. Аруана сәнді болмай ма, артына ерткен ботамен, ақсақал сәнді болмай ма, қол жайып берген батамен деп, рұқсат болса, үлкен бір атамыздан бата керек, бата беретін үлкен қария ата керек. Кім? Сүлеймен құда дейді. О, Сүлеймен құда. Қайсы? Атамыз. Табиғат таусылмайтын ызық бесін, татылған тасығынға таған болсын, абыройымызға ата бесін, мал жаның, бас жаның аман болсын. Көпшілікке беріп жатқан тойымыз құда қаласа құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, Әумин, айтқаныңыз келсін. Мал енді ардақты ағайындар, көшенің бәрі бұрылыс. Осымен жасайық бір қызығыз. Тағдырсыздан ба, бұйырған бақты қызған ба, біздер де ғашық болармыз, сіздер де ерке сұлу қыздарға деп, рұқсат болса, айдай ару қыздарыңызды ортаға қошеметпен бір шақырсыз, қазіргі музыкалық
Журналын жығасың. Ал енді рұқсат болса. Амарсайды бір баш. Ақтүйенің жарылған күні. Ал құрметті қауым, міне құда-құдағи, бүгінгі Ақтүйенің жарылған күні, қардың жарылған күні, мына мен екі Алланың қалауымен, екі жастың жүректерінің қалауларымен міне сіздің қызыңызға біз сырға салуға келіп отырмыз. Сол сырғаны салуға рұқсат па? Рұқсат. Рұқсат болса, арайым. Астындағы көтпен мамықтайды ұзақ болсын. Өмірің, ғұмыр жасың ұзақ болсын. Саған тілесінім жақсылық тек қана. Оң құлағың асық сырға салайын, ақылды бол. Келген жеріңе құлай батып бақытты бол. Үлкендерді сыйлап, жақсы инабатты келін болуға жетсін саған. Allah бақытты болсын сені. Ешқандай сөзді естімейді. Сұрағырақтан кіргізіп жақырақтан Ал енді жеңгелері Арайлымның туған сіздерге бір алтын Şolbunda da bir şey. Ey жаратқан ер, құдірет, тілегімді қабыл ет. Бере көр мына балаға зет абырой, бақ дәулет. Береке орнап бақ қылсын, баянды боп нақ қылсын. Талап қырса әрнеге тек жақсылық тап болсын. Өмірі өтсін гүлдей боп, төрт құбыласы бірдей боп. Бере көрме, е Алла, бұл өмірде бір бейнет. Өмір өтсін баяндай пайдасы тисін қоғамға. Тәңірім өзін қолдасын, бақ қонсын мына балаға. Аллах. Оң жағыңа қарасаң, алтын терек орнасын. Сол жағыңа қарасаң, күміс терек орнасын. Жылы жүзді иманды, жақсы болсын жолдасын. Құт береке дарытып, Алла өзі қолдасын. Құлыным сол, айрайым, оң жағы алдыңнан айың, артыңнан күнің тусын. Көбірлі шұбырлы бол, тастай өтіп судайсың. Бақытты бол, құлыным сол. Апаңыз, апаңыз. Ya kaytar. İşletmen. Sizin yolunuz gelsin. Ne bir yok.
Başta жастайым жасаймын. Thank you.